Ассаламу алейкум. Менің атым Талғат Жұмаш. Мен Шөбеге общественный совет развития Талгөлі деген қоғамның председателі болам. Бүгін біз ауданымыздың дамуына қалалық инфрақұрылымға және тұрғындар, құрылыс компаниялары мен мемлекеттік органдар арасындағы диалогқа арналған жаңа қоғамдық жобаны бастаймыз. Қаланың дамуы маңызды, алайда әрбір жаңа құрылыс жобасымен бірге маңызды сұрақтар туындайды. Бұл құрылыс жолдарға қалай әсер етеді? Автотұрақ орындары жеткілікті бола ма? Мектептер мен балабақшалар жеткілікті ме? Аудан инфрақұрылымына түсетін жүктеме қандай болады? Біздің мақсатымыз жанжал іздеу емес, немесе біреудің алдын ала айыптау емес. Біздің мақсатымыз ақпарат жинау, жағдайды зерттеу, барлық тараптың пікірін тыңдау және ашық қоғамдық диалогтың дамуына үлес қосу. Келесі шығарылымдарда біз тұрғындармен, құрылыс компанияларының өкілдерімен және мемлекеттік органдармен кездесіп, жобалардың дамуын бақылап отырамыз. Бізге бірге болыңыздар. Рахмет.